Ауаның ластануына негізінен адамның іс-әрекеті ерекше әсер етеді. Ірі қалаларда өнеркәсіп шыққан түтін мен шаң тозаңнан тұмша түзіледі. Ұшақтар мен зымырандар аспанға көтерілгенде және қонған кезде зиянды зат көп бөлінеді. Қаладағы мыңдаған көлік шығаратын түтін мен газ, шаң тозаң да ауаға тарайды. Тұрмыстық қалдықтар шіріп, ауаға зиянды заттар бөледі. Мысалы, жанартаудың атқылауынан пайда болған күл мен шаң тозаң, найзағай мен аптап ыстықтан тұтанған өрттің түтіні ауаға араласады. Ауаны ластанудан сақтау үшін өнеркәсіп орнынан жылыту жүйесінен бөлінетін улы газ бен зиянды затты сүзетін тазартқыш орнатады. Электр тобымен жүретін көлікті қолдану ауа тазалығын сақтауға септігін тигізеді. Өсімдік жапырағы шаң тозаңды, түтін мен зиянды газды ұстап қалатын табиғи сүзгі. Сондықтан елді мекендерде жылына 2 рет көктем мен күзде ағаш егіледі.